Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен осындай дастарханның сәнін келтіретін зебра блинының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте ерекше болып келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 бөлек ыдыста жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Енді жұмыртқаның сары уызына тоз, қант салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Сүттің жарты бөлігін құйып араластырамыз. Және де ұнның да жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де артынан қалған сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдыста жұмыртқаның ағы уызын аппақ пена болғанша жақсылап миксерлейміз. Дайын болған ақ уызды қамырымыздың үстінен салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ең соңынан сұйық май құйып, және де сода салып араластырамыз. Біздің қамырымыз воздушный болып шықты. Енді осы қамырдан бөлек ыдысқа 300 граммдай бөліп құйып аламыз. Үстінен какао қосып жақсылап араластырамыз. Осындай бөтелкеге ақырын құйып аламыз. Басы осындай тесік болуы қажет. Қызып тұрған табамызды майлап алып, тестамызды айналдырып отырып құямыз. Жартылай піскен уақытта үстінен какао қамырын асықпай отырып, айналдырып, узор салып шығамыз. Асты қызарып піскенде силиконды лопаткамен ауыстырып, және де екінші жағында пісіріп аламыз. Піскен блинымызды тарелкаға босатып аламыз. Міне біздің блинчигіміз әдемі болып пісіп шықты. Дәл солай келесі қамырымызды да видеода көрсетілгендей етіп пісіріп аламыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міне біздің блиныларымыз өте керемет, және де ең бастысы ерекше болып шықты. Сіздерге осы рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Келесіде кездескенше.